Сәлем достар, бүгін жаппасай немесе еріншек манты дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге 3 картоп, 800 грамм кез келген ет менде тауық еті, 2 дана бұрыш, 2 сәбіз, 2 пияз және де томат пастасы қажет. Алдымен барлық ингредиенттерді 4 бөлікке етіп кесіп, дайындап аламыз. Табаға 150 мл сұйық май құйып, етімізді қызарғанша қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз, бұрыш қосамыз. Тауық етін пайдаланатын болсаңыз, етіңіз піскен соң сүйектерін алып тастаңыз. Содан соң томат пастасын қосып, үстіне сәбіз және де пиязымызды қосып, 5-7 минут қуырамыз. Кезегі мен картоп және де тәтті бұрышымызды қосып, оттың қатты жылдамдығында 5-7 минут қуырып аламыз. Көкөністеріміз қуырылып болған соң, бетін 1 см жабатындай етіп, ыстық су құйып, оттың температурасын орташа жылдамдыққа қойып, 20 минут бұқтырамыз. Енді қамырын дайындау үшін 400 грамм ұнға шым-шым тұз, 1 жұмыртқа және де 150 мл су құйып, тығыз қамыр илейміз. Қамырымызды жұқалап жайып, үстіне сұйық май құйып, толықтай бетіне жағып шығамыз. Сұйық майымызды жағып болған соң, диаметрі 6-7 см болатындай 4 бұрышты етіп кесеміз. Енді табамызға қамырымызды біртіндеп жайып шығамыз. Оттың орташа жылдамдығына қойып, дайын болғанша 15-20 минут бұқтырамыз. Мінекей тағамыз дайын. Алдымен тарелкаға әдемілеп қамырымызды жайып, содан соң бетіне салмасын саламыз. Тағам өте ыстық болғандықтан саусақтарыңызды абайлаңыздар. Жаппасайды қолмен жеген ыңғайлы. Осындай қарапайым әрі ерекше тағам дайындауға асығыңыздар. Аптаның әр сейсенбі және бейсенбі күндері арнама жаңа видео шығады. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.